достар, менің каналыма қош келдіңіздер, және де мен сіздерді өте қатты сағынғандықтан бүгінгі видеода сіздердің көңіл күйдеріңізді көтеру үшін видео түсіріп жатырмын. Және де өздеріңіз білетіндей достар, оқу әлі аяқталған жоқ, сондықтан да мен сіздерге бір көмегім тисінші деген оймен осы оқуға арналған, яғни мектепке арналған лайфхактар деген видео түсіріп жатырмын. Жаңа жылға дейін достар 160 тіркелушіге жеткіземіз деген ойдамын. Және де осы видеоның астына лайк басып менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Ал енді көп созбай видеомызды бастайық. Егер сіздің кітабыңыздың беті жабылып қала беретін болса, сізге небары скрепка немесе кәдімгі қыстырғыш, яғни зажим керек болады. Соны дәл видеодағыдай қыстырып қоясыздар. Маған ыңғайсыз болып тұр, кішкене бір қолмен осылай қыстырып алыңыздар. Содан кейін бұл лайфхак жақсы істейді, және мен өзім тексеріп көргенмін, және сіздерге де кеңес беремін. Екінші лайфхак, егер сіз пеналыңыздан ештеңені таппай жатсаңыз, керек затыңызды, ол үшін бізге небәрі бір резинка керек болады. Видеода көрсетілгендей қандаштарыңызды қаламдарыңызға бірге орап қойыңыздар, сол кезде барлығын көре аласыздар және оңай тауып аласыз. Мектеп кезінде шыны керек, ештеңе үлгермей жатсаңыз, жатар кезде ертеңгі болатын пәндерді дайындап қойыңыз. Сол алмасаңыз, мысалы сағат 8-де зуммен сабақ болып сіз тұра алмай жатсаңыз, онда сізге небәрі кәдімгі осы өзіңіздің телефоныңыздағы сағат керек болады. Осы сағатқа кіріп, яғни часы дегенге кіріп, будильникті басып, сағат мысалы 8-де тұру керек болса 7-ге қойыңыз. Сосын сағат 8-ге қойыңыз, 8:30-ға, 8:20-ға, 8:40-ға қойып қойыңыз. Сол кезде осылай мен мысалы 4 будильник қойдым, және 4 будильниктің арқасында сіздер оянасыздар. Және де менің осымен лайфхагым бітті. Сау болыңыздар.